Компьютерлік сауаттылық, компьютерді іске қосу. Компьютерде жұмысыңызды бастау үшін оны алдымен іске қосу керек болады. Және біз бүгін іске қосудың екі түрлі сценарийін қарастырамыз. Бірінші сценарий, сіз компьютерді ең алғаш рет іске қосып тұрсыз. Компьютерді алғаш іске қосқан кезде сізге бірнеше баптауларды жүргізу керек болады. Мысалы, алдымен өзіңіздің өңіріңізді таңдайсыз. Кейін баптаудың кімге, қандай мақсатта жүзеге асып жатқанын көрсетесіз, яғни жеке өзіңіз үшін немесе белгілі бір ұйым үшін. Содан кейін сізге Microsoft компаниясының аккаунтын ашуға кеңес беріледі. Осы жерде сізде үш түрлі нұсқа бар. Бірінші нұсқа, сізде аккаунтыңыз бар, онда сіз өзіңіздің логин пароліңізді енгізіп, ары қарай жұмыс істей бересіз. Екінші нұсқа, сізде аккаунт жоқ және сіз оны жаңадан құрасыз. Жаңадан аккаунт құрудың ешқандай қиындығы жоқ. Көбінесе ол логин және парольді ойдан ойлап табу амалымен шектеледі, немесе сонымен қатар қосымша бір ақпараттар, яғни сіздің жасыңыз, жынысыңыз, тұрғылықты жеріңіз деген сияқты қосымша ақпараттар сұралуы мүмкін. Соңғы үшінші нұсқа ол автономды аккаунт, яғни локальды, тек қана сіздің компьютеріңізге логин пароль арқылы кіруге арналған аккаунт. Соңғы аккаунтпен қандай айырмашылығы бар деген кезде, Microsoft компаниясының аккаунтын толыққанды ашатын болсаңыз, ол сізге қосымша мүмкіндіктер береді. Қандай мүмкіндіктер екенін сәл кейінірек айтамыз. Енді сіз компьютерді бұрыннан бері қолданып жүрсіз деп есептейік. Онда сіз компьютерді қосқан кезде сізді бұғаттау экраны, яғни экран блокировки қарсы алады. Енді сол бұғаттаудан өтудің қандай жолдары бар екенін қарастырайық. Ол үшін меню пустты басамыз. Адамның бейнесі көрсетілген батырманы басамыз. Осы жерде бірінші нұсқа изменить параметры учетной записи деген бөлікке кіреміз. Байқап отырғандарыңыздай, бұл жерде сіз өзіңіздің аккаунтыңызды баптай аласыз. Бірнеше ақпараттар көрсетілген. Мысалы, ваши данные бөлігінде сіз өзіңіздің аты жөніңіз және де суретіңізді қоюыңызға болады. Байқап отырғандарыңыздай, менде локальды аккаунт. Енді осы жерде параметры входа деген бар. Сізде бірнеше мүмкіндік бар. Ең кең тарағаны ол Windows Hello. Қазіргі ұялы телефондардағыдай сіздің саусағыңыздың ізі бойынша немесе түріңіз бойынша кіруге болады. Ол үшін әрине арнайы камера немесе саусақтың ізін оқитын сенсор керек болады. Одан кейін кең тараған нұсқа ол пин-код. Сіз өзіңіздің қысқа 4 ақсаннан тұратын пин-кодыңызды енгізе аласыз. Немесе тағы бір әдіс, ол түсінікті парольді енгізесіз, яғни сіз бастапқы кезде аккаунтыңызды ашқан кезде қандай пароль енгіздіңіз, соны енгізіп кіруге болады. Және тағы бір әдістердің бірі ол графический пароль дейді. Байқап көрейік. Графикалық парольді қолдану үшін сіз алдымен өзіңіздің толыққанды пароліңізді енгізу керек боласыз. Тезірек енгізейік. Кейін белгілі бір сурет таңдау керек болады. Мысалы, біз осы суретті таңдайық, немесе басқа суретті қолдануға болады. Графикалық пароль көбінесе сенсорлы экранда ноутбуктер үшін немесе планшеттер үшін қолданылады. Байқап отырсаңыз, сіз осы графикалық кілтте үш түрлі әрекет жасау керексіз. Яғни үш түрлі бір сызықтар сызу керексіз. Мысалы, бірінші сызық таяқшадан жоғарыға төмен қарай болсын. Екіншісі шеңбер бойымен болсын. Үшіншісі астынан тағы бір сызық сызайық. Енді бекітуіміз керек, яғни осы әрекеттерді қайтадан қайталаймыз. Дайын. Енді сіз кірген кезде осы графикалық парольді енгізсеңіз, ешқандай пароль немесе пин-кодты енгізудің қажеті жоқ. Әрине, бұл егер сізге қосымша бір қорғаныс керек болатын болса, сол кезде пайдалы. Егер алдағы уақытта сізге бұл графикалық пароль қажет емес болса, немесе сізге қолдану ыңғайсыздық туғызатын болса, оны қарапайым түрде өшіріп тастауға болады. Ол үшін жай удалить батырмасын басамыз. Осындай әдістермен біз бұғаттау экранынан өтіп, жұмысымызды бастай аламыз. Сабақ түсінікті болатын болса, келесі сабаққа өте беріңіз.